Vista депозиті бұл сіздің қаржыңызды, артық қаржыңызды сақтап және көбейтетін қаржылық құрал ғана емес, сонымен бірге өмірде түрлі жағдайларда туындап қалып отыратын қаржылық мәселелеріңізді, қаржылық проблемаларыңызды шешуге оңтайлы, неғұрлым тиімді жолмен шешуге көмектесетін қаржылық құрал екен. Өз басым менің 2 жылдан бері осы Vista депозитімен жұмыс істеп келе жатырмын. Осы уақыттың ішінде мен оған көзім жетті. Бұл универсал депозит. Бұның негізгі 3 түрлі қызметі бар. Біріншісі ақшаны жинақтаушы қызметі бар. Екінші есепшот түріндегі ақшаны аудару, қабылдап алушы қызметі бар. Үшінші депозит қызметі бар. Осы 3 қызметті біріктіріп отырған қаржылық құрал. Сонымен бірге бұның көптеген артықшылық жақтары бар. Процент өте жоғары, жылына 24-25% пайда келіп тұрады, валютамен пайда түсіріп отырады. Және бұл құралды, қаржылық құралды пайдалана отырып түрлі туындап отырған қаржылық мәселелерді оңтайлы шешуге болады. Ол туралы видеолар өте көп YouTube'та, өйткені осы Vista депозитімен жұмыс істейтін адамдар сондай түрлі оңтайлы қаржылық мәселелерді шешуге көмектесетін жаңағы тиімді жақтарын пайдаланып, сол мәселелерді шешіп жатқандығы туралы видеолар өте көп. Мен сіздерге бүгін осы Vista депозитін пайдаланып, қаржылық бір проблеманы оңтайлы, ешқандай да қалтаңыздан ақша шығармай өте тиімді шешіп алатын жолды, тәсілді көрсетпекпін. Бұл тәсіл кімдерге арналған? Бұл тәсіл үйі бар, дегенмен де сол үйін кеңітіп, пәтерін кеңітіп, үлкендеу пәтер сатып алғысы келіп жүрген адамдарға арналады. Әрине үйсіз, күйсіз жүрген адамдарға бұл тәсіл жарамайды. Жилстройбанк ең төмен, пайызы төмен деген Жилстройбанктың өзі сізден ай сайын төлейтін төлемі өте жоғары болады. Ал енді Vista депозиті арқылы осы мәселені қалтаңыздан бір тиын ақша шығармастан, керісінше үстінен пайда тауып отырып, оп-оңай жеңіл шешіп алуыңызға болады. Қалай шешіп алуға болады? Мен сіздерге қазір дәлелдеп көрсетіп берейін. Міне мынау менің калькуляторым. Бұл Vista депозитіне арнап ресейлік программист Малах дегеннің жасаған калькуляторы. Осы Vista депозитін пайдаланатын адамдардың көпшілігінде бар, бұл өте қажет құрал. Мынау менің калькуляторым. Мінекей мына жерде ЖК Vista деген жазу бар, соны басамыз. Енді сіздің үйіңіз 10 миллион теңге болады деп есептеуге болады дейді. 10 миллион теңге. Бір бөлмелі пәтеріңіз, мысалы Алматыда 10 миллион теңге. Сіз 10 миллион теңгеге үйіңізді, бір бөлмелі пәтеріңізді, содан кейін сіз 2 бөлмелі пәтер алатын болсаңыз 15 миллион теңгеге, 15 миллион теңгеге жақсы, дұрыс, екінші жаңағы қайталамалы рынок дейді ғой, нарық, содан дұрыс орталықтан пәтер сатып алуға болады 2 бөлмелі. 15 миллион теңгеге Алматыдан да, Астанадан да табылады ондай пәтерлер. Енді осы пәтерді сатып алу үшін сізге қанша ақша керек? 10 миллион теңгеге сіз саттыңыз пәтеріңізді, 10 миллион теңге ақшаңыз бар. Енді 15 миллион теңгеге сіз Бисби кооперативі арқылы, тұрғын үй кооперативі арқылы үй сатып алуыңыз келді дейді. Мына жерге мен 15 миллион деп жазып қойдым алдын ала. 15 миллион, 15 миллион. 35% сіз первоначальный взнос дейді, алғашқы жарнасын төлеуіңіз керек болады. 10 жылдың ішінде 120 айда сіз бөліп төлеуіңіз керек болады. Ай сайын 10 мың теңге сіз кооперативке қызмет көрсеткені үшін төлеп отырасыз. Соның бәрін қосқанда сіздің 15 миллионды кооперативтен алған 15 миллион теңгеге алған жаңағы пәтеріңіз сізге 17 миллион 450 мың теңгеге түседі екен. Яғни 2 миллион 450 мың теңге артық төлейді екенсіз. Барлығы сол ғана. Бүкіл бәрін қосқан кезде. Ай сайын сіздің төлейтін сомаңыз мінекей 91.250 теңге болады екен. 91.250 теңге сіз ай сайын төлеп отыруға тиіс боласыз. Егер 15 миллион теңгенің пәтерін алатын болсаңыз, ондай болса, ай сайын 91.250 теңге төлеп отырасыз. Первоначальный взнос сізге 5 миллион 250 мың теңге төлеуіңіз керек болады екен. 5 миллион 250 мың теңге төлеуіңіз керек болады. Енді
сіздің қолыңызда 10 миллион теңге ақшаңыз бар. 5 миллион 250 мың теңге төлегеннен кейін сіздің қолыңызда 4 миллион 750 мың теңге ақша қалды. 4 миллион 750 мың теңге ақша қалды. Енді ол ақшаны не істейсіз? Сіз мынаған первоначальный взносын бердіңіз, төледіңіз. Кезекке қойды сізді. Бір жылдан астам уақыт кезекте тұрасыз. Ай сайын 50-60 мың теңге төлеп тұруға тура келеді. Өйткені 50 мың теңге жаңағы паевой взнос дейді. Кооперативке ол сіздің өзіңіздің есепшотыңызға түсіп отырады ақша. 10 мың теңге кооперативті ұстау үшін төлейтін ай сайын төлеу. Енді Vista депозитін пайдалану керек осы жерде. Мына жерде мінекей фактический доход деген бар, кнопка бар, соны басамыз. Біз мынадай бет ашылды. Біздің қолымызда қалған 4 миллион 750 мың теңге. 10 миллион теңгеге үйімізді саттық. 5 миллион 250 мың теңгені алғашқы жарна ретінде 35%-ін тұрғын үй кооперативі, Беспей тұрғын үй кооперативіне салып қойдық. Сөйтіп біз кезекке қойылды бізді. Біз енді қолымызда қалған 4 миллион 750 мың теңге ақшаны Vista депозитіне саламыз. Мінекей мына 4 миллион 750 мың теңге. 4 миллион 750 мың теңге ақша. Осын салған кезде оның ұстайып қалатын түрлі салықтары бар. 10 мың евролық пакеттен ұстап қалатын 7% 700 евро көлемінде ажо деп аталатын бір реттік салық бар. Және сонымен бірге есепшотты активтендіруге арналған 100 евро салығы бар. Тағы да басқа салықтары бар. Соны бәрін ұстап қалған кезде біздің есепшотымызға 3 миллион 810 мың 243 теңге түседі біздің есепшотымызға. 4 миллион 750 мың. Енді осы 3 миллион 813 мың теңге ақша ай сайын бізге 127 мың 701 теңге ақша түсіп тұрады екен. 127 мың теңге ақша түсіп тұрады. Осы 127 мың теңгені біз ай сайын шығарып алып тұруымызға болады. Яғни айтқанда біз 10 миллион теңгеге үйімізді саттық, квартирамызды саттық. Сөйтіп оның 5 миллион 250 мың теңгесін алғашқы жарна ретінде тұрғын үй кооперативіне салып, кезекке қойды. 15 миллион теңге аламыз деп қалған жетпейтінін жаңағы тұрғын үй кооперативі береді. Сіз кезекте тұрасыз, бір жылдай уақыт тұрасыз, бір жылдан астам уақыт тұруыңыз мүмкін. Осы уақыттың ішінде сіз ай сайын 60 мың теңге төлеп отыруыңыз керек. Кем дегенде 50 мың теңге паевой жаңағы взнос дейді, паевой жарна, пайлық жарна. Ол сіздің есепшотыңызға түсіп отырады. Айтқанда жаңағы салған 5 миллион 250 мыңның үстіне қосылып отырады ақша ай сайын. 10 мың теңге ақша кооперативті ұстау үшін төлейтін мүшелік жарна. 60 мың теңге ай сайын төлеп отыруыңыз керек болады. Сөйтіп сіз кезекке тұрдыңыз, ай сайын 60 мың теңге төлеп отырасыз. 127 мың теңге мына жерден ақша сізге түсіп отыр. Ай сайын 60 мыңын сіз кооперативке беріп отырасыз. Қолыңызда 67 мың теңге ақша қалды. Сіздің енді баспанаңыз жоқ, баспанаңызды сатып жібердіңіз. Енді сіз бір жыл кезекте тұрған уақытыңызда пәтер жалдап тұруыңызға тура келеді. Бұл жаңағы тәсілдің ең минус жері осы. Жаңағы бар. Сіз пәтеріңізді сатып жібердіңіз, бірден пәтер ала алмайсыз, кезекке тұрасыз. Бір жылда кезекке тұрасыз. Бірақ ол кезекке тұрғандағы ақшаңызды мысалы 100% болмаса да мысалы көпшілігін жауып тұрады. 67 мың теңге қалтаңызда қалады ғой. Жаңағы ай сайын төлейтін 60 мың теңгенің үстінен мысалы сіз 67 мың теңге мысалы ай сайын депозиттен алып тұратын ақшаңыз. Соны пайдаланып мысалы айына бір 100 мың теңгеге мысалы бір пәтер жалдап алсаңыз 67 мың теңгесін сіз депозиттің ақшасын төлейсіз. Қалған үстінде 30 мың теңге ме 32 мың теңге ақшаны қалтаңыздан төлеп отыруға тура келеді бір жылдай. Сосын бір жылдай уақыт өтті, кезегіңіз келді. Кезегіңіз келгеннен кейін сіз пәтер сатып 15 миллионға пәтер сатып аласыз. 2 бөлмелі үй сатып алдыңыз. Бірден 2 бөлмелі үй сатып алдыңыз. Сіз алдында мен сізге көрсеттім, ол үй сізге қанша ақшаға түсетінін. Мінекей, Беспей, мінекей 15 миллион теңге салып,
35%-ін салғаннан кейін сізге бұл қанша ақшаға түседі? 5.250.000-ды өзіңіз салып қойдыңыз. 9.750.000 теңгені сіз займ ретінде кооперативтен алдыңыз, сөйтіп 15 миллионға 2 бөлмелі үй сатып алдыңыз. Ай сайын 91.250 теңге ақша сізге төлеуге тұра біледі. Ай сайын 91.250 теңге. Ал сіз мынау Vista депозитінен ай сайын 127.000 теңге ақшаны ал ай сайын 127.000 теңге ақша тауып тұрасыз. 91.000 теңгесін жаңағы кооператив займ ретінде төлеп отырасыз, қалған ақшасы сіздің қалтаңызда қалады. Осылайша сіз 10 жыл бойы Vista депозитінің түскен түсімінің есебінен займды жауып отырасыз. 10 жыл бойы. 10 жылдан кейін сіздің үйіңіз өзіңіздің атыңызға көшеді, сіздің жекеменшігіңіз болады. Ақшаңыз толық төлеп болғаннан кейін, ал сіздің депозитіңіз өзіңіздің атыңызда қала береді. Одан кейін де сізге ол 127.000 ай сайын түсіріп отырады. 10 жыл бойы сіздің займыңызды депозиттің есебінен жауып келдіңіз. Одан кейін де сіздің есеп шотыңызда сондай ақша қалады, сөйтіп ай сайын төлем түсіріп отырады. Бұл жаңағы қалтаңыздан бір тиын ақша шығармайсыз. Яғни айтқанда, сіз 15 миллион теңгеге жаңағы 2 бөлмелі үй сатып алып, өзіңіздің тұрғын үй жағдайыңызды жақсарту үшін осы вариантты пайдалансаңыз, сіз өте оңтайлы, өте жеңіл, қалтаңыздан бір тиын ақша шығармайсыз. Осындай тәсілмен бұл мәселені шешуге болады екен. Бұл Vista депозитінің бір ғана бір қаржылық проблеманы шешетін бір тәсілі. Бұндай тәсілдерді өте көп, қаншама көптеген қаржылық мәселелерімізді осы Vista депозиті арқылы шешіп алуымызға болады екен. Егер сізді Vista депозиті туралы ақпараттар қызықтыратын болса, онда осы видеоның астында сілтеме арқылы сайтқа кіріп толыққанды ақпаратты алуыңызға болады.